Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен тез әрі оңай дайындалатын өте дәмді және керемет кекс жасаймыз. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Ең алдымен формаларын дайындап аламыз. Кекстерді қағаз формада немесе кекс формасында пісірсеңіз болады. Бұл кекстер сіздің барлық отбасы мүшелері жақсы көріп кететін дәмді десерт. Ендеше бізге керегі ең алдымен 2 бананымызды видеодағыдай етіп турап аламыз. Үстінен қантымызды қосып, шанышқымен немесе блендермен езіп аламыз. Массамыз пюре секілді шығу керек. Кейін жұмыртқамызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз. Және 1 шай қасық корицамызды қосамыз. Біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін ұнымызды және қопсытқышты қосып, үкіштен өткізіп аламыз. Массамызды біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Арасында ұнның түйіршіктері қалмау керек. Дайын массамызды кекстің формаларына салып шығамыз. 1-1,5 ас қасық салсаңыз болады, өйткені кекстер тез көтеріледі. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын. Иісі деген ароматный болып шығады. Құрамындағы банан арқасында кекстер жұмсақ әрі өте дәмді, арасы үлбіреген болып піседі. Дайын кекстерімізді суытып, үстінен сахарный пудра сепсеңіз болады. Дайындауға кеңес беремін. Дәмі өте сочный болып шығады. Ас болсын.